Атырауда таланттарды анықтау және қолдау орталығының ұйымдастыруымен тең мүмкіндіктер атты инклюзивті балалар спорт фестивалінің облыстық кезеңі өтті. Мақсаты ерекше қажеттілігі бар балаларды қолдау және олардың қоғамдық ортаға бейімдеп әлеуметтендіру. Спорттық шараға қала және аудандардан келген 200-ге жуық оқушы қатысты. Олардың 50-ден астамы ерекше білім беруді қажет етеді. Қатысушылар жеңіл атлетика, боча спортынан және біз жеңімпаз боламыз атты инклюзивті командалық эстафета бойынша өзара сынға түсті. Жарыс жеңімпаздары қараша айының 4 мен 7 аралығында Астана қаласында өтетін фестивалдің республикалық кезеңіне қатысады.